Көтерген көпке төбе терілгенше, иеді көпшілікке басын жамбыл. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, армысыздар қымбатты оқушылар. Заманына 20 ғасырдың Гомері, жыр дүлдүлі, ғасыр ақыны атанған жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туған күніне орай бүгінгі 100 жасаған бәйтерек атты әдеби кешіне қош келдіңіздер. Жаңа ақын өте керемет. Оның өлеңдерін біздің мақсатымыз осы сіздерге осы насихаттау мақсатында осының өлеңін білсін деп. Тегі ұлы жүз шапырашты тайпасының ішіндегі Екей руы. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Ол бозбала шағының өзінде өскен ортасын ән мен жырға кеңейтіп, тіптен көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылып үлгерген. Оның арқалы өнеріне құныға ден қойып, батасын алады. Мұнан әрі жал құйрығы сүзілген жүйріктей арындап, сол кезде өмірде азап шегіп өкінгені, елімнің үкіметі көп жасасын, намысты жолымызға кетірмеді. Олайық үкіметке кедейтқы, секілді темір тіреуте көпірдегі, ажарым шырайланды бетімдегі, ағытқан бар арының арғымақтай. Өміріне мен мақанған, қуанып, жастығына сендей ботам, білемін өмірлерін тұрған жайнап, күндізді жаздық үшін жарық сайлап, ай жұлдыз күннің көзі желменен су, бәрі де сендердікі әлемді. Жаңа жылдың келгені, шаттықпен қарсы ала біл, күмістей қардың суынан, суарылған қырынан, көктемде егін салады. Жаңа жыл жылжып келген соң өндірісте өрлесін, тебіндей өскен төрт түлік, туындай түлеп төлдесін. Жаңа жылда мұңғырап, домбыраның пернесін, Жамбыл бір құлаш сермесін. Сендер бәйшешек, өмірдің жазын тойлаған, ұялы мен бір бәйтерек, ортанда көктеп ойлаған. Сендерді қоссам жырыма, сақылдап үнім сайраған, қаздандап кәрі саусағым, ішектеп ойлап ойнаған. Мектептен сендер келгенше тағы да бір жыр ойланам. Келген соң айтып бермесем, балалары кінә қоймаған. Аспанға үйлер бойлаған, арқа тұтып алыста айбыным деп ойлағам. Жасағам жоқ өмірді, жау сойқанын көргені, төккенім жоқ терімді, шер қырғалы кеудені, жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі. Жаудыға сап көп жайнап, жүруші едім жүрсайра, қыз баламен болмала, көгер шүлгі күн туып, жұрт майдаған ұмтылып, ұмыт туды ол заман, енді көрсем жастарды. Тас түйілген қағарлы, халық қамымен болған, күн сарайлықты қалған, қабағынан қарғап қару асқан зорадылар, түйеге кетсін біреуі, екі көзін уқалап. Су сағасын томалап, отын басын шандатып, біреуі жатсын томалап, жылқы бақсын біреуі. Асауларды күделеп, сөз сөйлеген біреуі, көп ішінде сөйлеп, сөз сөйлеген біреуі. 40-тан астам шетелдер тілдеріне аударылды. Ромен Ролан, Мартин Андерсон, Катарина Сусанна сияқты атақты суреткерлер Жамбыл поэзиясына өте жоғары баға берді. Жамбыл туралы жүздеген өлең жырлар жазылды. 20 ғасырдағы халық ақындарына Жамбылдың әсері өте зор болды. Қазақ халқы Жамбылдың 100 жылдық, 125 жылдық, 150 жылдық, 175 жылдық мерейтойларын халықаралық деңгейде салтанатты түрде атап өтті. Елдікті дәріптеген, халықтың жоғын жоқтап, әлсіздерді күштілердің зорлығынан арашалаған, әділдікті, бостандықты жыр еткен көркемде, қуатты поэзиясымен Жамбыл сынды тұлғаларымыз өз ғасырында қазақ әдебиетінде көрнекті орын алады. Құрметті оқырман қауым, осымен әдеби кешіміз аяқталды. Әрі қарай ауылдық кітапхана ұйымдастырған ақынның кітаптарынан жасақталған өлең сөздің дүлдүлі атты кітап көрмесімен жалғасады.